Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін манты тиеудің рецептісімен сізбен бөліскім келіп отыр. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осылай жасап көріңіз. Бұл тамақ дайындау үшін ең алдымен қамырды илеп аламын. 200 грамм суға 1 шай қасық тұз, 1 жұмыртқа салып, үстіне 300-350 грамм ұн салып, қамырымды илеп, осылай дайындап аламын. Сосын дайын болған қамырды орап, жарты сағатқа демалдырып қойып қоямын. Енді ішінде фаршын дайындайтын боламын. Мен 1 келі фаршқа 1 келі жуа қостым, және кішкене 2-3 түйір картоп қосып жібердім. Мантының фаршына картоп қосып пісірсеңіздер, пісірген мантаңыз сочный болып, әдемі болып пісіп шығады. Дәмі деген керемет. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, мантыға арналған дәмдеуіш салдым. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, егер видеом ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Фаршымды осылай араластырып алып қойып қоям жарты сағат. Енді қамырымды жаюға кірісемін. Осылай екіге бөліп аламын да. Қамырды жаямын. Жұқа етіп осылай жайып алып, кесемін. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Сіздің пікіріңіз мен үшін өте маңызды. Енді қамырды осылай 4 бұрышты етіп, мантының қамырындай етіп кесіп дайындап аламын. Сосын ішіне бағанағы дайындап қойған фаршымды салып, бүкілін бәрін осылай түйіп аламын. Сосын мантываркаға салып 45 минут орташа отта қайнатып пісіріп алатын боламын. Осылай жасап көріңіз менімен бірге міндетті түрде. Өте дәмді болып шығады. Мінекей, бәрін түйіп, дайындап алдым. Енді осы түйген мантымды мантываркаға салып пісіріп аламын. Мен тамағым дайын болды. Өте дәмді. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басқаныңыз үшін көп рахмет. Сау болыңыз.